Құрметті көрермендер, ұлттық арнада ән мен жырдың туын жықпай, биікке өрлетіп жүрген композиторлардың шығармашылығына арналған сазгер бағдарламасы. Арман Бексұлтанның кереметтей аяулыма деп аталатын Қасымхан Бегмановтың сөзіне жазылған әні. Бұл әнді орындайтын Алтынай Жорабаеваны қарсы алайық. Жаның нәзік гүлсің бе жаным, ұмыта алмай жүрсің бе жаным, өткен менен кеткенді ойлап, қара түнде көрсің бе жаным. Бірге өткен кештерім үшін, қалсын осы ән естелік үшін. Сені мәңгі аялап өтем, жүректегі көктемім үшін. Моншақтай жыр тізбеген едім, қоңыр күзде іздеген едім. Аяулым-ау қай жақта жүрсің, үміт үзбеген едім. Сені жаным мен ұқтым бекен, мені жаным сен ұқтың бекен. Жас жаныңды жаралап бәлкім, бекер жаным жолықтым бекен. Бірге өткен кештерім үшін, қалсын осы естелік үшін. Сені мәңгі аялап өтем, жүректегі көктемім үшін. Моншақтай жыр тізбеген едім, қоңыр күзде іздеген едім. Аяулым-ау қай жақта жүрсің, үміт үзбеген едім. Бірге өткен кештерім үшін, қалсын осы естелік үшін. Сені мәңгі аялап өтем, жүректегі көктемім үшін. Моншақтай жыр тізбеген едім, қоңыр күзде іздеген едім. Аяулым-ау қай жақта жүрсің, үміт үзбеген едім. Аяулым-ау қай жақта жүрсің, үміт үзбеген едім. Алтынай Жорабаева, Джей-бенд, Арман Бексұлтан. Не деген эстетика, не деген әдемілік. Жалпы өнер адамы, әртіс адам осындай болуға тиіс қой. Қараңыздаршы, дауыс десе дауыс, өнер десе өнер, дарын десе дарын. Сахналық бейнесінің өзі қандай тамаша. Бұл Арман Бексұлтанның шығармашылығындағы ең бір әдемі әндердің бірі, шынында да. Ерекше жақсы көретін халық. Бұл қалай туды бұл? Білгіміз келеді. Бұлан жаңағы Алтыным әнінен кейін Алтыным ән шықты, шырқалды. Бір жыл өтті арада. Содан соң соған бір сыңарын іздеп бастадым мен. Екінші артынан бір трегі болсын деп. Содан Мәкең біз альбом жазамыз дедік. 2008 жыл. Білеміз ол альбомды. Сол альбомның басын бастап
жазылған осы ән. Алтынай, сіз неліктен бұл әнді таңдадыңыз? Арманбек Сұлтанның репертуарынан өзің айтпайтын бір әнді таңдау керек дегенде осы ән миыма келді. Бірақ атын есіме түсіре алмай қалдым да, кейде әшейінде ау жаппас деген сияқты ғой негізі. Сонда бұлай жүріп қалдық, бір 2-3 күн қалған кезде сол әнді алып қойған шығар деп сұрай салсам, сол әнді алмаған екен. Ешкім қуанғаным соншалықты сол аялыман айтам, өйткені сондай бір ол жерде қатты бір терең сезім бар, және де өзіме лирикалық әндер жүрегіме жақында, сол себепті осы әнді алып шыққым келді. Ол қалай шығар екен деген жаңа шыққанша менде аяқ қолым дірілдеп тұрды. Сыртқа білдірмесем де тұрдым, Мейрамбек ағаны көргенде ұялып. Қазір дұрыс емес айтып қалып, мүмкін көңіліңізден шықпай қалса мүмкін. Олай болса, Мейрамбек ағаңыз не дер екен? Қандай күйде болдыңыз, Мәке? Біз Музарт тобымен ән сапарларға шыққан кезде жалпы, сол кезде Арманның енді қателеспесек, Музартпен де айтылатын, жеке де айтылатын, енді бізде біраз енді баршылық. Шыққан кезде Арманбек Сұлтан дей береміз де, авторы Арманбек Сұлтан деп. Сол кезде Арман, сенің бүкіл шығармашылық кешіңді айтып жүреміз. Қашан осы концертті шіркін, осы әндеріңді сен көріп отыратын бір кез болады екен деп. Бүгін тура сондай тап болып отыр. Менің өзім орындаған әндерді, Арманның әндерді, мен бүгін мықты әншілердің орындауында тыңдаған өте ерекше сезім екен. Шынында да мен рахаттанып тыңдадым мен. Алтынай, саған рахмет. Көп рахмет. Алдарыңызда өнер көрсеткен Алтынай Жорабаева, Джей Бен, Арманбек Сұлтан.